теңіздің шаңына аунап еркелеп, оядан ұштым қатайды қанат ертерек. Асығып алда бақытым күтіп тұрғандай, армандар асқақ, қиялдар қилы жетелеп. Қаланың мынау тамаша сайран сауығым, жолдарым жуған нөсерлі жылы жауыны. Бәрі де ғажап, сағынған кезде бірақта аңсарым ауып. Күз бен қыстың таласып тұрған шағында Успен ауданына іс-сапарға шыққан біздерді қара жол алға жетелеуде. Біздер де әдеттегідей барар жердің тарихын ой елегінен өткізудеміз. Бет алысымыз Қозы кеткен ауылы. Елді мекеннің тарихы тереңдеген. Бұрындары Белоцерковка аталған ауылдың іргесі 1909 жылы қаланған. Ал ауылдың атауы Қызық. Смағұлов деген мыңғырған байдың бір қозысы жоғалып кеткен дегенге саяды. Бай батырақ малшыларды ұстаған. Ауыл орналасқан жер мал ұстауға өте қолайлы болған. Тарих солай дейді. Ауданға ат басын бұрған біздер аудан әкіміне жолықпай кетуді жөн көрмедік. Ауданына 20 жылдың алдында өте жақсы дайындалып келді. Қай саласы болсын, әлеуметтік жағдайы болсын, экономика жағдайы болсын, бәр жағынан өте бұрынғымен салыстыра алмаймыз. Өте жақсы дайындалып келдік. Бұрынғыдай біз осы 3 жыл бізде ауданда бағдарлама жұмыс істеді. Елді мекендерді тазарту, қоқыстан бәрінен осын біз таза болсын, еліміз елді мекендер таза болсын, бүкіл қоқысты жинап шығардық. Бірінші көзге түсетін бұрынғыдай кезінде тәуелсіздіктің басындағы бәрі ұру-дыру болып, қоқыстар шашылып, бұзылып жатқан, содан біз көбінен 99% содан құтылдық енді. Мен өте қуаныштымын осында жұмыс істеп жатқан, қарсы алып жатқан енді. Біздің ауданның халқы оны түсінеді. Сонда әр жерде әр елді мекен өзінше дайындалып жатыр оған. Бәрі түсініп дайындалып, мәдениет үйлерін орнына келтіріп, жан-жағын көріктендіру, қоғаландыру бәрін орнына келтіріп, мен ойлаймын, халқымыз енді одан елбасы айтады, бірінші біздің мақсатымыз халыққа қызмет жасау, тұрмысын жақсарту халықтың. Жылдан жылға біздің халықтың тұрмысы жақсарады деп ойлаймын. Елі аманды есенде, ауыл аманды аманды деген емес пе? Қасиетті Павлодар өңірінде экономиканың күре тамыры өндіріс пен ауыл шаруашылығы дейтін болсақ, осы екі салада қатар дамып келе жатқан қасиетті мекен. Осы кез келген елді мекенін аудандарын алып қарасаңыз да Қазақстанның гүлденуіне өзіндік үлес қосып отыр. Осындай табысты, нәтижелі табыстары бар көпұлтты елді мекеннің бірі Успен ауданы. Біздің ауыл және адамдар бағдарламасы бүгін осы ауданның Қозы кеткен ауылында. Осы ауылдың жақсылықтары мен жетістіктерін бізбен бірге тамашалаңыздар ағайын. Қозы кеткен елді мекені тас жолдың бойына жақын орналасқан. Ауылдық округтың құрамына Қозы кеткен және Травян елді мекендері қарайды. Округте 800-дей тұрғын ауылдың өсіп өркендеуіне өзіндік үлес қосып, ынтымақты өмір кешуде. Ауылдың байырғы тұрғындары бүгінде құрметке ие. Елді мекендегі әдемі әулет жалғасы сақталғаны өзгеге үлгі-өнеге. Мұнда ел тәуелсіздігімен түйдей құрдас Айтқожинов шаруа қожалығы күні бүгінге дейін шаруасын дөңгелетіп отырған жайы бар. Жеке шаруашылықты бастап кірпішін қалаған Қанапия қажының балалары елді мекеннің гүлденуіне атсалысып келеді. Шәмши апай бүгінде 7 бала, 21 немере, 12 шөбере сүйіп отырған ардақты ана қадірлі әже ауылға сыйлы адам. Кредитін алып, комбайн, трактор, мал бәрін алып, осымен жалғастырып, соның бәрін осы 2 жылдың ішінде ме сонда бәрінен құтылды қалған кредитін. Енді ақсақал 10 жыл істеді, 10 жыл міне қайтқан 10 жыл болды. Міне осы тәуелсіздіктің 20-сында міне 20 жыл болады балаларыма шыққанына. Енді жамансыз жақсы жоқ, жақсы өтіп жатыр, істеп жатыр жұмыстарын. Әкесінен қалған енін жүргізіп, сол жеткізіп, барғанға егіндерін бәрін алып алды. Жинап алды, малдарын шөптерін барлығын. Малдары бар, жылқыдары бар, қойдары бар, бәрі сонда. Мерекені қарсы алатын қауымға не дейсіз, үлкен адам ретінде? Бәріне ризамыз. Енді қалған өмірлеріне жолдарын ашып жүре берсін, дендері сау болып, отанымыз тиіш болсын. Бәріне енді патшамыз аман болсын, мінекей үкіметке ризамыз, бәріне болсат балаларыма.
Кыз кырасында болса да ауыл алдағы ұзақ сонар кыраулыгыска дайын. Жергиликти халык отун суун шөп саламын түсүрүп алган. Ауылын көрүп адаматын таны деген гой, ауылда бир жинакылык ынтымак байкалады. Кеңсенин сырткы көрүнүшү ауылга көрүк берип тур. Ауыл аумактарынын дамуу багдарламасында көрүктөндүрүү маселеси басты міндет болса, быйыл бул жумуштарга 185 000 теңгедей каржы жумшалган. Эскерткичтер жөндөлгөн. Ауылда 708 адам турат. 30 крестьянский хозяйствомыз бар. Бәрі жұмыс істейді. Жұмыссыз кісі жоқ біздің ауылда. Козу кеткен ауылында жол жөндөөгө 404 000 теңге, санитарлык жагдайга 65 000 теңге жумшалган. Сондай-ак көшөлөрдү жарыктандырууда дурус жолго коюлган. Бул маселеге 449 000 теңге бөлүнгөн. Атап айтсак, Козу кеткенге 59 шам, Травян ауылына 8 шам орнатылган. Мектебimiz кыска дайындыгы жакшы, балалар окуп атыр, жылы. Вообще мектепте жакшы ремонт жасалынган. Бала бакчамыз жакшы, клубумуз да жакшы, китапканамыз да жакшы, больницамыз да баары жакшы. Елді мекеннің мектебіне келгенде түс ауып кеткен кез болатынды. Осыған қарамастан біз келгенде мектепте оқушылар әлі де бар екен. Мектепте білім беру екі тілде болғандықтан орыс сыныптары басымдаума деп қалдық. Мектепте 81 оқушы білім алуда. Білім ордасының материалдық техникалық жағдайы жаман емес. Қысқа толық дайын. Спортпен айналысамын деген балаларға жағдай бар. Олардың сабақ арасындағы үзілісінде бой жазуына мүмкіндік де бар. Біздің мектеп аралас мектеп. Қазақ тілінде, орыс тілінде оқу жүргізіп жатыр. Қазақ мектебінде 19 бала, орыс мектебінде 62 бала бар. Мектепте 27 мұғалім істейді. Олардың ортасында 17 мұғалім жоғары біліммен, өңгелері средний специальный бар. Биыл дипломмен ауылға деген бағдарлама бойынша 2 мұғалім келді. Олардың отбасылары бар. Екеудері де пәтер алды. Оларға осы местный бюджеттен ақша берді. Енді олар кезекте тұр, оларға енді не береді, пәтер алу үшін кредит несие береді. Олар оны тосып отыр, алады. Олар жақсы орналасты деп айтамын. Үйлері бәрі жылы, жұмыстары, сағаттары көп, табыстары жаман емес. Олар бізге өте ризашылығын білдіріп жатыр. Біздің акиматқа да, біздің үкіметке де бәріне. Ауылдағы балабақша 2004 жылы ашылған. Мұнда 23 бала тәрбие алуда. Балабақша жылы да жарық. Балалардың ойын ұйықтар бөлмелері жинақы, олардың ойнап дамуына, ұйықтап тынығуына жағдай бар. Тәрбиесіне қажетті құрал жабдықтар да өз орнында. Праздник осенью в лесу, и светло, и весело. Вот какие украшения очень развесило. Журавлина, юг летят, здравствуй, здравствуй, осень. Приходи на праздник, нам очень-очень просим. Осень, золотая, холосо, черти, писа, ты яблок, ты мёрзок, ты хлебок. Бөбектердің тамақ ішетін асханасында өсіп жетілуіне қажетті дәруменді тамақ түрлері жасалып, уақытылы беріледі дейді ауыл әкімі Қайыргелді Базарбайұлы. 2005 жылдан бастап біздің мектебінде шағын орталық істейді. Ол орталықта қазір бізде 21 бала бар. Жағдайымыз жаман емес. Жылда қаржы бөлінеді. Елбасының жолдауында адамдардың денсаулығын қадағалау басты міндет деген емес пе? Қозы кеткен ауылындағы Катергин шаруа қожалығы көп жылдан бері елдегі атқарылып жатқан егістерден тыс қалмай тиянақты еңбек етіп келеді. Шаруагер адамдардан құралған қожалық күнбағыс өсірумен айналысып,
жыл сайын тамаша табыстарға қол жеткізіп отыр. Күз бен қыс таласып тұрған шақтың өзінде де мұнда әлі де күнбағыс тазалау жұмысы жүргізіліп жатыр. Науқаннан босаған техникалар қатарлап қойылған. Аула іші қайнаған еңбек. Вот кончается урожайный год, как сказать. Как закончили вы в этом году? Только заканчиваем, подходит к завершению. Пока идет нормально, без этого. Погода, правда, иногда мешает. Ничего, стараемся, убираем. Переработка как у вас? Перерабатываем сразу с поля, привозим, да перерабатываем. Вот она, на мехток подрабатываем. Потом будем сдавать на элеватор. В будущем, может, поставим цех, но пока сдаем на элеватор. Қолды кеткен ауылы шағын болса да, ауыл тұрғындарының әл-ауқатын көтеруде атқарып отырған істері ауқымды. Бүгінгі заман үрдісіне ілесіп отырған елді мекеннің келешегі бұдан да жақсы болатынына куә болған біздер, түтіннің түзу болып, кереген кеңейе берсін деген ниетте қалаға аттанып кеттік.